Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев халыққа жолдауында сандық Қазақстан бағдарламасына ерекше тоқталды. Бұл бірінші мақсатта халыққа көрсетілетін қызметтің қолжетімділігін қамтамасыз етсе, екінші тараптан түрлі салалардың жұмысын жеңілдетуді көздейді. Бағдарламаны іске асыру мақсатында жоғарғы және жергілікті соттарда да тиісті жұмыстар атқарылуда. Соның бірі смарт сот жобасы. Мұнда азаматтар жүргізіліп жатқан іске қашықтықтан қатыса алады. Жобаның тағы бір оң нәтижесі адамдардың уақытын үнемдейді. Сосын барыс-келіске кететін шығынды да азайтады. Жүріп тұруы қиын жандарды да сотқа қатыстыру мүмкіндігі бар. Іс-сапарда немесе жол жүріп бара жатқан азаматтар үшін де өте ыңғайлы. Тек қана сол ортада ғаламторға қосыла алса болғаны. Ұялы телефоны арқылы сот барысын бақылап, қойылған сауалдарға жауап бере алады. Таяуда осы жоба арқылы Түркия елінде іс-сапарда жүрген азаматша байланысқа шығып сотқа қатысты. Бізде бірінші сотымыз 10 желтоқсан күні сот болды. 12 желтоқсанға ауыстырылды. Сол уақытта мен шетелде болғандықтан смарт сот телефон арқылы байланыста болды. Жақсы басқа елде жүріп сот болған, іс-сапарда жүргенде болған дұрыс деп ойлаймын. Бағдарламаны жүктегеннен кейін сервер ауыстыруды басу керек. Содан кейін сот органдарының IP номерлерін жазып алады. Сосын қызметкерлерге телефон шалып, логин және пароль енгізеді. Әрі қарай сот отырысы белгіленген уақытта сот қатысушылары қоңырау шалады. Сөйтіп қаралып жатқан іске қатысу мүмкіндігіне ие болады. Осындай тағы бір сот саласындағы жаңа жоба сот кабинет деп аталады. Адамдар арыз өтініштерін сот кабинеті арқылы жолдай алады. Ол үшін тек халыққа қызмет көрсету орталығынан цифрлық қолтаңбасын алса, арыздарын барлығын сотқа келмей сот кабинеті арқылы жолдай алады. Сонымен қатар сот актілерінде сол сот кабинеті арқылы электронды қолтаңбасымен шығарып алуға мүмкіндіктері бар. Кеңсе арқылы қабылданып, сол күні сот кабинеті арқылы түскен арыздық сол күні тіркеледі. Бұдан өзге сот саласында қаралып жатқан істегі бейне мен дауысты жазып алу мүмкіндігі де жаратылды. Ал мамандар арасында электронды әдіспен хаттарды тасымалдау, ақпарат алу сынды қызметтер енгізілді.